Ассалаумағалейкум. YouTube мен көрермендер, бүгін біз мұны Қартауыр деген Талгарский трассаның мойнында автозапчасть бөлшектері. Осының ішіне кіріп, бізге сіздерге көрсетеміз автоаксессуар мен оптом, Фройнсу және де OLX, Instagram, солардың бәрі арқылы қалай істеп атқан көрсететін боламыз. Олай болса, кеттік, достар. Біздің компания жеке орналасқан Қартау сауда мен сауда алаңдарының ұсынады. Ничего, мои бутики, чтобы ребята весь товар у меня связывают, потом сидят, все жалуются, от работы нет. Міне біз қазір достар Қартауының ішіндеміз. Бұл жақта автоаксессуар мен оптовый заниматься ететін міне осы жер. Бізде қазір көріп тұрғаныңыздарда дворник бар. Дворниктің неше түрі болады негізі. Мынау темір түрі, мынау гелевый түрі бар. Әртүрлі фирмадан болады. Мынау ең арзан, жақсы бағада, бірақ арзан бағамен. Так, содан кейін сіздерге көрсететін мына біздің заттар, мына жақта көріп тұрғаныңыздарда самый ходовой карт, бұл жақта автоаксессуармен заниматься осы тормозной жүйткіс. Бұларды біз оптом және Фройнсу сатамыз. Оптом біз Ақтау, Алматы, жалпы Қазақстанның барлық қалаларына жібере аламыз. Және де сұрақтарыңыз болса, менің төменде Telegram каналымда қалдырып кетемін. Сол жаққа қарай сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Келесіде міне газ бар, водосорг, мына жақта автомобильный барлық дүние бар ғой, жалпы айтқанда. Мына жақта міне вонючкелер. Бұларды да оптовый сатсаңыз болады. Мысалы, өзі 650-ден келсе, 1000 теңгеден сатасыз бұл парфюмдар. Мына жақта көріп тұрғаныңыздар свеча бар міне. Свечаның да неше түрі болады. Әртүрлі машинаға әртүрлі свечалар келетін. Свеча тоже ходовой заттардың бірі болып саналады мына жақта. Айта кетсек, содан кейін предохранительдер бар, міне неше түрлі сигналдар бар ходовой. Содан кейін ең сұранысқа ие бұлар лампочка. Лампочка деген машинаның былай айтқанда көзі ғой. Машина лампочкасыз жүре алмайды. Өйткені лампочканың барлық түрі бар. Ең ходовой заттардың бірі болып саналады осы жерде лампочка. LED лампа, обычный лампочка, арзан лампочка. Лампочканың оптовый бағасы басталатын примерно 90 теңгеден басталады. Ең арзан оптовый. Одан кейін жоғары қарай көтеріле береді бағасы. Және де айта кетсек, сотка держателдері бар бізде. Әртүрлі бағада, мысалы, мыналар где-то 250 теңгеден болады оптовый. Сіздер біздің мына жерде сататын бағамыз 560 теңге. Сөйтіп, осылай сіздерде ашсаңыздар болады. Мысалға айтсақ, осы жерден оптовый келіп алып, базарларға, точкаларға ашсаңыз болады. Үй жақтарыңызда өздерің қазір жеке орын біреулер алып алғанда, жолдың бойында автоаксессуар деп ашып тұр ғой, мысалы LED лампа деп ашып алған, автоаксессуар деп. Сөйтіп, жолдың бойында өзіңіз үйінің қасында осы қосымша табыс ретінде, или осы табыс деп бағаласаңыз, ары қарай алып кетуге болады, үйренсеңіз де болады, осылай істесеңіз болады. Сіздермен болған Бекзат Мұстафин. Келесі видеода кездескенше менің каналыма жазылуды және лайк басуды, астына комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыздар.